Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін өте дәмді сметаник жасайтын боламыз. Ең алдымен бір жұмыртқаға майды ертіп, сары майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сметаник дәмді, түрі де әдемі болып шықты. Енді қантты қостық. Қантты қосып та тағы да араластырып аламыз. Ең соңында ұнды електен өткізіп, бір шай қасық разрыхительді де араластырамыз. Неке осылай басында қасықтың көмегімен араластырған жақсы. Содан соң барып қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Егер қамыр жұмсақ болып кетсе, өте аздап ұн қосуға болады. Достар, осы сметаникке керекті заттардың мөлшерімен описание бөліміне жазып қалдырамын. Соған қарап жасап көріңіздер. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздер үшін бір сәт, мен үшін өте үлкен қуаныш. Мінекей осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді біз осыны 24 сантиметрлік формаға жайып алатын боламыз. Қамыр осылай жұмсақ, әдемі болып шықты. Форманы жайып болған соң, біз енді салмасын жасауға кірісеміз. Салмасына қант, 3 жұмыртқа керек болады. Осы қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып алғаннан кейін, біз оған 400 граммдай сметана қосамыз. Сметананың майлырағы болған жақсы. Мінекей, сметанды қосқаннан кейін көп араластырудың қажеті жоқ. Осы салманы енді қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Құйып болған соң, пеште 30-40 минут баяу отта пісіріп аламыз. Мінекей осындай әдемі, дәмді сметаник пайда болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үйдегілерді қуантыңыздар, дастарханды сәндеңіздер.